Сәлеметсіздер ме? Бізде бүгін менюда бауырсақтың қазір қалай жасалатынын көрсетем. Енді бұл бауырсақты мен әдейі осылай онлайн түрде сіздердің өз көздеріңізбен көргендеріңізді дұрыс көрдім. Енді ол прямо былай айтқанда бір әдемі еді, битіп кеткен бауырсақ емес, кәдімгі өзіміздің бауырсақ. Сол бауырсақтың қалай жасалатынын жолын или сіздер бір тетігін ғана білмей жүрген шығарсыздар, соның бәрін көрсетіп жіберейін. Бұл видео сақталады, если кіре алмай қалғандар болса, ол артынан көре жатасыздар. Енді мен қазір ыдыс алдым. Менде мұнда кипяток су бар. Сол кипяток сумен, қайнаған сумен, қайнаған жылы сумен араластырамыз кішкене. Суымыз кішкене жылы болу керек. Суымыз кішкене жылы болу керек. Мұнша суды құйдым. Суымыз жылы болу керек. Өте қол күйіп қалатындай болмау керек. Сосын мен көбінесе мына пакмая деген дрожжыны қолданам. Сұрағын бәрін көресіздер. Мерзімін бәрі өтіп кеткен болмасын. Енді есептегенде примерно 7 граммдай болады. Кішкентай қасықпен бір қасық толтырып салдым. Сосын менде тағы бір мына қасықпен, темір қасықпен мына суды былғағым келмейді. Өйткені мына темір көтерілуіне кейін әсер етеді. Одан да қолыңызбен былғап жіберіңіз, болмаса былай ыдыстың өзімен былғап жіберсеңіз болады. Және бізде осы дрожжыны салғаннан кейін міндетті түрде біз қант саламыз. Песок қант саламыз. Міндетті түрде қыздар. 1 қасық толтырып салып жатырмын, 2 қасық толтырып салып міне. 2,5 салсаңыз да болады. Бұл қант өздеріңіз білесіздер, көтерілуіне жақсы көмектеседі. Жақсы көтеріліп. Сосын мынандай бір қатты салқын жерде дрожжы көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан соның бәрін ескере отырасыздар. Енді мен сіздерге, негізі өзім жобамен жасаймын. 10 адамға осынша 1 килограмм, 12 адамға мысалға 1 килограмм 200 деген сияқты солай жобамен жасаймын негізі. Енді мен сіздерге мынандай банкімен қойып қойдым. Өйткені менде қазір сіздерге өлшейтін таразым жоқ қолымда. Сондықтан банкімен әдейі қойып қойдым. Өйткені менде кейде бір мастер-класс өткен кезде қыз-келіншектер сұрап жатады. Мынаны қанша килограмм қостыңыз, мынаны не қостыңыз. Енді асығыстық бұлама, мен точно ровно деп несін айтпаймын. Өйткені 1 килограмм 200 примерно өзім сол 2 килограммдық ұннан сол есептеп сол айтамын. Сіздерге енді қазір өздеріңіз үйде жасап көресіздер, осыдан кейін сіздерге ыңғайлы болсын деп ровно қылып шүмпілдетіп ұнды алып алдым. Сол ұнды пока мен әзірге дайындай берейін. Мынандай ыдысымды алдым, ұнымды салдым, артық ештеңе салмай. Қазір бәрі сіздердің көздеріңізше болады. Сосын бұның ішіне енді біреулер айтып жатады, тұзды мен суға араластырам деп. Енді өз еркіңізде, пока үйрене беріңіздер, қалай не, сосын өзіңізге жақсы жақтарын ала бересіздер. Қант, жаңағыдай мен көбінесе қолмен салатын едім, немен сала берейін, қасықпен толтырып қант салам, 2 қасық, 3 қасық салсаңыздар көптік етпейді. Қант салдым, және тұз салам. Суға салып араластырсаңыз да болады. Тұзды мен жарты қасық қана салдым. Неге салып араластырсаңыз да болады. Или жоқ, мен осылай салам десеңіз де болады. Өзіңіз білесіз, ерік өзіңізде. Әзірге осылай ең керекті нормасын мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Сол бойынша үйрене беріңіздер. Сосын мен сіздерге примерно мөлшердің көлемінде сүт дайыттым. 500 грамм сүтіңіз дайын болсын деп. Егер сіздерде болмай қалып жатса, сүт қоспасаңыздар да болады. Онда тұрған ештеңе жоқ, прям сүтке тіреліп тұрған ештеңе жоқ. Самое главное, өзіңіздің шын көңіліңізбен жасасаңыз, қуанып тұрып бір болады ғой, бір қуанып тұрып жасайсыз, тағы бірдеңе бір ойланып, или біреулер бісмілласын айтып тұрып жасайды. Енді мен тамақ жасағанда міндетті түрде бісмілләмді айтып жасаймын. Сосын бауырсаққа енді міндетті түрде айтамын.
Сосын жаңа мен сүт туралы айттым. Сүттің піскені болсын, басқасы болсын, анау ма, мынау ма дейтін болсаңыз, тек қана сүт, мынандай сұйық сүт болған жақсы да, мынандай сливки не болмай-ақ қойсын. Сүтті примерно 500 грамм дедім, мен сіздерге 500 грамм алып қоя салыңыздар. Мен қазір осының ішінен алам. Сосын міндетті түрде қолдарыңызда кипятогыңыз болсын. Мына сүт пен мына кипяток суды екеуін бірге араластырамыз. Қайнаған суды. Енді қазірге мына біздің апарамыз көтерілем дегенше, мен сіздерге қазір мына жемістерден қазір турап көрсетіп жіберейін. Соны бастайық. Енді қазір біз қазір өшірейік. Содан кейін ары қарай бауырсақты бастаймыз. Бауырсақтың екінші деп, жақсы ма? Көкөністі қазір басынан бастап. Видео толық болу үшін. Жақсы. Апарамыз көтерілді. Мынау бауырсақтың қазір екінші бөлімі. Біздің апарамыз көтерілді міне. Мынау апара, мынау бағана өздеріңіз көрген 1 литрлік банкеге салынған ұн. Енді мен өзім негізі бұл біздің қайнаған су, мынау қайнаған судың суытылған түрі. Енді сіздерге енді меркі алдым, өзім әдейілеп. Мында сүт. Бұл екінші бөлімін, енді көп күтіп қалған шығарсыздар. Мына екінші бөлімін бағанағыдай қантты салып қойдық. Енді қазір үстіне тұз саламыз. Енді осыны елеп жіберейік. Қазір сол нені көрсетіп жүрейін. Және бағана өздеріңізге айтқандай, біреулер өздері айтады, мен тұзды судың ішіне салам дейді. Мен мәселен тұзды ішіне салып жүрем. Енді пока өздеріңіз қалағандарыңызша үйрене беріңіздер. Тұзды салып қойдым, пардон. Тұзды салып қойдым бағана. Тұзды салып қойдым. Енді есіме түсті. Енді мына жерде мен сіздерге мөлшерін біліп алу үшін, енді мен сіздерге 500 грамм дедім. 500 грамм сүт дедім сіздерге. Сүттің сүт. 500 грамм дедім. Енді бұның қазір енді жартысы сүт, жартысы су болса жақсы болады. Қаласаңыз барлық сүтпен ақ илей беріңіз, қаласаңыз сумен ақ илей беріңіз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Маған тек мына сұйықтық қанша көлем кетті, мен сіздерге соны көрсеткім келіп тұр. Сұйықтық қанша көлем кетті, соны көрсеткім келіп тұр. Міне, өте ыстық емес, қанжылым болды. Қанжылым дейді, енді оны қалай сіздер түсінесіздер, оны көре жатарсыздар. Мына жерден сүттен қазір қанша кетті, мен сіздерге нақты несін айтам. Осы кезде міне 550 болып тұр. Қазір қанша кетті, соның бәрін есептеп сіздерге айтып беремін. Өйткені бірінші осы норма бойынша жасап үйреніп алыңыздар. Міне одан кейін уже ары қарай жасап кете бересіздер. Өздеріңіз бір мөлшерін біліп алғандан кейін, жақсы ма? Ал бісміллә деп. Ал бісміллә деп мынау. Міне, дрожжымызды салдық. Жаңа өздеріңіз көргендей, мына немізге сүтіміз көп болуы мүмкін. Мына сұйықтығымыз, енді өздеріңіз көріңіздер. Қазір қанша кетті, соны есептеп, соны сіздерге айтам. Мен көбінесе көзбен жасап үйреніп қалғам. Кешке бұйырса қазір бауырсақтың екінші бөлімі, үшінші бөлімінде Құдай қаласа бауырсақты пісіреміз. Өте қатты қатты қылып тастамаңыздар, бос ұстаңыздар, жақсы ма? Өздеріңіз жақсы тұрып бір көрсетші. Өте мына тұрғанның бәрін бет неғып тастамаңыздар. Кішкене бос ұстаңыздар. Бәрін бірінші бос алып алыңыз, одан кейін уже жасайсыз ары қарай. Міне, осыдан кейін уже жасай берсеңіз болады. Сұйықтық. Қазір мен айтам сізге сұйықтық қанша кетті. Мына жерде бағана 550 болса, 200 қалды, сонда 350 кетті, Мында тағы да бір нормалары бар екен. 100-150 дейді. Енді қазір бұны есептеп көре жатармыз, тағы да айтамыз. Сұйықтық, осынша сұйықтық кетті. Өте көп емес, міне, қолға осылай болып тұр, міне. Өте қатты не қылмаймыз. Қатты басып тастамаймыз. Жинай береміз, жан-жағын жинап,
жинай береміз. Өте қатты жаңа бірінші сұйықтық құйылған кезде бір кейде болады ғой, например, біз пельменнің тестасын бір сұйықтық қолса, соны езе береміз. Мына жағында басқасы қала береді, оны езе береміз ғой. Олай жасамаймыз. Мынаның бәрін бірінші жинап, мына сұйықтығы өзі бәрі норма болғанша осылай жасаймыз. Бұны қатты мыжып та кетпейміз. Міне қолға бүйтіп жабысып тұр. Ана өте қатты бұлжырап кетпеу керек. Енді бізде тағы міне сұйық май. Осы сұйық майдан мен қазір міне қарап алыңыздар. Алақаныма бір алақан толтырып алдым. Міне бір алақан, мінекей 2 алақан толтырып алдым. Енді осымен қайтадан илеймін. Көрдіңіздер, оны теста өте қатты болмау керек, өте бұлжырап кетпеген, өте қатты болмау керек, бірақ жұмсақ. Теста бос болса ол жақсы демалады. Сосын бауырсақтың іші воздушный болады. Соның бәрін ескере отырыңыздар. Мынау бізге қазіргі керекті мөлшерге жасалынған бауырсақ. Енді бізде примерно мына өзінің бағана апараға арналған су бар. Сонымен бізде 330 граммдай сүтпен су қосылған бірге. Міне енді былайынан қойып қойдым. Көріліп тұр ғой, барлығы жақсы ғой қыздар. Жақсылап мұқият көріп алыңыздар. Бәрін енді мен сүттен басқа, сметана басқа дегендерді қосқым келмейді де, қоспаймын да. Өйткені олар мен қонақтарды күтуге барғанымда, мысалға сол кісілер келердің алдында міне осындай мынандай тапервер посуда болса тапервер, басқа посуда болса басқа, сол посудалармен бетін жауып қоясыздар. Менің айтайын дегенім жаңағы кісілер, қонақтар келердің алдында, мен соның алдында 5-6 сағат бұрын барамын. Бүгін мен сіздерге көрсетіп отырған тағамдардың бәрі міне 4 түрлі салат, және бір ыстық тамақ гарнирімен. Жаңа өзіңіз көргендей бәрі комплекс болсын деп фруктовый ассорти да қосып қойдым, және бауырсақ. Осының бәрін үйреніп алсаңыз, сізге повар қажет болмай қалады. Өйткені мынаның бәрін сіз меңгеріп алсаңыз, сізге ешкім артық адам қажет жоқ. Осының бәрін меңгеріп алсаңыз, өзіңіз жасай бересіз. Ешқандай бір қатты қиналмайсыз, көріп тұрсыз, қатты қиналыс жоқ, қатты жоқ. Кейінде бір сложный салаттар болады, оның бәрін өзім кейін көрсете жатамын. Әзірге осы оп-оңай салаттарды меңгеріп алыңыздар. Бәрі оп-оңай, үйреніп тілін білген адамға бәрі оп-оңай. Сосын тағы да бір лайфхак деймін, қандай. Соны айтып жіберейін. Мен қазір қолым жуған жоқпын, сіздерден кетіп қалмайын деп тұрмын. Қазір осымен тоқтатамыз, өйткені бізде мынау не болып қалмасын деп жатырмын. Неге инстаграмға сыймайды. Енді сіздерге тағы бір айтып кетейін. Мына бауырсақты пісірердің, дайындардың алдында, иілер алдында кейде менде де болады, бауырсағым көтерілмей қалады. Қонағым айтады, менің клиентім айтады, ой жоқ, бауырсақ керемет дейді. Өйткені мен күнде ол бауырсақты көзімді жұмып істеймін, ашып істеймін. Мен ол бауырсақты уже 5-ке білем. Мен көтерілмей қалған бауырсақты өзім түсінем. Кейбір клиенттерім бар, олар түсінеді. Кейде кісілер ол бауырсақты көргенде, о, керемет, әдемі екен дейді. А мен өзім түсінем, ол бауырсақ көтерілмей қалған. Сол үшін бауырсаққа ең бірінші көңіл күй керек. Сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де бауырсаққа ең бірінші. Айтып жатқан кезде бісмілләңізді айтып, бір ішіңізден, енді өте көп не емес, бісмілләңізді айтып, бір қуанып, бір болады ғой, сондай болып жүрсеңіз жақсы болады. Тағы бір лайфхак, күміс қолыңызға тағып алыңыз. Күміс енді көбінесе тағатын жарсыздар, мен Сақина тақпағаннан күміс білезік тағып аламын. Күміс қолыңызға тағып алыңыз, күміспен жақсы болады. Ал жарайды, мен қолымды жуайын. Мына қазір көтерілгеннен кейін 3-ші бөлімін өткіземіз. Жақсы ма? Рахмет, жақсы. Қыздар, ханымдар, міне мынау біздің мастер-класстың бауырсақтың 2-ші бөлімі.
бауырсақ бағана бір көтерілді. Көтерілген бойынша қолымды бір шайып алдым. Қолымды сулаған жоқ, просто шайып алдым. Су неді, қолымды сүртіп. Содан кейін мына бауырсақты бір қайырып қойдым. Қайырып қойдым дегенде түсінесіздер ғой, бауырсақты бір иілеп, былай бір иілеп, бетін осылай қайырып қойдым. Міне бауырсақ уже көтеріліп тұр міне бізде. Бағанағы грамм ненің бәрін мен сіздерге жазып жіберем. Бауырсақ міне көтеріліп тұр. Ұлпалайтын ұнымыз дайын, оқтау дайын. Қазір біз бауырсақ пісіреміз. Майды жаймен қойып қойдым, майымыз қызып жатыр. Қазір бауырсақ пісіреміз. Мен соны дайындай берейін. Сіздер мұқият қарап отырыңыздар. Ал кеш жарық, ханымдар. Жаңағы өздеріңізге айтып өткендей, бауырсақтың мынау екінші бөлімі. Ортасында бағана мен бір өзім қайырып алдым. Екінші бөлімі, үшінші бөлімі, бірінші апара қойдық. Үшінші бөлімі екен, кешірім өтінем. Үшінші бөлімі, бірінші апара қойдық. Екінші ол апарамыз көтерілді. Одан кейін тестасын өзім сол кезде жайдым, иледім сіздермен бірге. Енді қазір бізде бауырсақ пісірейін деп жатырмыз. Соның арасында между сол жаңағы немен бағана тесті илегеннен кейін мен қойып қойдым ғой. Соның арасында мен тестаны бір рет қайтарып жібердім. Ұмытпаңыздар, қайтаруды ұмытпаңыздар. Бір рет қайтарып, июін қандырып жібересіз. Ештеңе сеппейсіз, қолыңызды жуып жібересіз де, қолың қатты суламайсыз, қолыңызды су сарқылғаннан кейін барып қамырыңызды бір қайтарып жібересіз. Бәрі түсінікті ғой. Түсінікті болмаса, ертең сіздерден бауырсақтың сол сіздерден несін күтем. Обратный отчетін күтем. Ал пісіміля деп мен ұнымды бәріне өте қатты баспаймыз, ханымдар, өте қатты баспаймыз, мұқият боламыз, мынау басып тастамаймыз, мынаны тестаны өздеріңіз көріп отырсыздар, мәпелеп, әдемілеп ұстаймыз. Жақсы ғой, ешқандай қатты басып тастамаңыздар. Міне, біздің тестамыз міне дайын. Өзіміз білетін бауырсақ қой демеңіз, енді бірінші істеп алыңыз, сосын көресіздер. Жақсы ма? Ренжімейміз бәріміз, жақсылап қараймыз, қатты баспаймыз, езбейміз, тек әдемі нежны ғана жасаймыз. Өте қатты баспаймыз. Мына талшинасын қарап қойыңыздар. Қолымды слегка ұстап тұрмын жаңа. Өте бар күшімді салып жатқан жоқпын деген. Тестаны әдемілеп көрсетші жақсылап. Талшинасын көрсетші, мына қырын көрсет. Ана жақта ашу керек. Темірім алып қойыпты. Ала аласың ба, алмайсың ба? Қарашы, ана жақта темірім алып қойыпты. Қыздар, міне қалыңдығы осындай. Мына саусақтың несін көрдіңіздер ғой, саусақтың міне бір қарыс саусақтай болды. Өте көп керегі жоқ. Қатты баспаймыз. Қазір менде формочка бар. Данияр, ұстай ғой, шаш ала алмайсың ба? Ол формочканы қазір сіздерге де суретін түсіріп жіберемін. Қайдан алғаным бәрін көріп. Осылай ұстап тұра тұр қазір.
жерге қойып кете салшы. Оң жақта тұр. Жоғарға көтерілсей. Жоғарға. Сол жерде тұр. Аш шының жағын. Сумканың ішін қараш. Жоқ па? Жарайды, қойсыз. Жоқ па? Мына көтерші, соны көтерші. Берген. Мына жақтан шына пакеттің шығарыш тез. Мына пакеттің шығарыш. Соның астын қара. Темір бар ма? Пакет. Шық. Ал, қыздар, кешірім өтінем. Менде мынандай формочка бар, қазір қайдан алғанын бәрін айтам. Ұстай ал. Мына ұнды міндетті түрде астына ұн себіңіздер, жақсы ма? Міндетті түрде астына ұн себіңіздер. Тесті өте бос, қолға жабысатындай жағдайда емес, но бірақ өзінің бір әдемі бос, өзінің бір сондай несін ұстап тұр. Өте қатты болмау керек. Егер мынау тестаңызды қатты басып қойған жағдайда, ондай жағдайда мына тестаға осылай домалақ қылып қойып аласыз да, сосын үстіне кішкене целлофанный мешок көтерілмей тұра, осы менің тестам деген кезде осының үстінен тағы да целлофанный мешок үстінен кесіп алып, анау пищевой пленка болады. Жарайды, болмаса салфан мешок болады. Мешок емес, анау несі, просто анау ручкасы жоқ, майчик емес, ручкасы жоқ. Соның кесіп жіберсеңіз, әдемі бір салфан шыға қояды. Сонымен бетін жауып қоясыздар. Бетін баспайсыздар. Енді біреу тряпчик салып атады, тряпка енді кейбір тряпчикілер енді қол орамалдар, майлықтар, олар ауыр болады мына тестаға. Теста үстін басып кетуі мүмкін. Кейде бір жерден бір жел соғып тұрған болса да, бетінен салафанмен жауып қойсаңыздар болады. Бізде қазір жауып қоямыз. Өшір, қазір пісіретін кезде қосамыз. Қыздар, ханымдар, бауырсақтың бетін осылай жауып қойдым. Кішкене балконды ашып қойғаннан кейін. Енді міне бізде уақытымыз болды. Майымыз қызып қалды ау деп. Уақытымыз болып қалды, майымыз қызып қалды. Мен мынандай противеннің астына мынандай бумажный салфетка содан қойдым. Бумажный салфетка дейді, рулон салфетка дейді, рулон бумажный дейді. Енді мынаны мен астына міндетті түрде қойдым. Міндетті түрде керек енді бұл салфетка, осы салфетка рулон салфеткаден жаңағы мына противеннің үстіне салып қойсаңыздар. Сосын бір-біріне үстіне бауырсақтарды бір-бірінің үстіне салуға болмайды. Бір-бірінің үстіне салуға болмайды. Қазір сіздермен бірге бауырсақты пісіреміз. Бауырсақты міне салафанмен бетін жауып қойдым. Сіздерде бұдан да көп шығады, мен просто өзіме көп пісіргім келмеді. Ал бісміллә деп бастаймыз.
Бауырсақтың жаңа рецептісін бәрін көрдіңіздер. Сол бойынша жасап, ертең мүмкіндік болса жасап, суретін ғана жіберсеңіздер болады. Сол суретке қарап бағалап жібереміз. Көпшілік бар дегендей. Сосын жаңа өздеріңіз байқап отырғандай, мен сіздерге 2 литр май дедім. Оның ішінде 2 литр 1/700 дедім ғой деймін. Сондай май сізде болсын дедім. Енді сковородкаңызге байланысты, егер сковородкаңыз мынандай кішкентайлау болса, или қазанға істейсіз бе, сондай шағындау қылып істеймін десеңіз, сонда бірақ енді бір не жері мен сіздерге айтайын, бір мынау майдың ішінде мына бауырсақтар батып тұру керек. Батып тұрмаса бауырсақтың шеті қарайып кетеді. Мен жаңа басып қойған едім отты. Бауырсақтардың шетіне бір қапталы қарайып кетеді. Сондықтан міндетті түрде майыңыз көптеу болу керек. Мен өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, сондай майдың ішінде бауырсақ қалқып жүру керек, қалқып. Енді біз мына юг жақтарда ол кезде ромбик бауырсақ жасай береміз. Енді ол кезде көп майды қажет етпейді. Ол жағын өздеріңіз білесіздер. Көп майды қажет етпейді. Ана дөңгелек бауырсақты пісірген кезде, мынандай домалақ бауырсаққа міндетті түрде май көптеу керек. Сосын жаңағы мына салфетканы мен жаңа айтып өткендей, міндетті түрде астына салфетканы қоясыздар. Сонда бауырсақтарыңыз майлы болмайды, өте әдемі болады, воздушный, міне қазір көздеріңіз көресіздер. Сосын бұл осы бауырсақтың тестасына менде теста қалды. Не? Бауырсақтың тестасынан теста қалды. Жаңағы көп тестадан осынша қалды ма деп ойламаңыздар. Бұл көп тестадан тағы теста қалды. Ол тестаны міндетті түрде морозильникке салып қойыңыздар. Болмаса пісірсеңіздер де болады. Бірақ ол жаңағы ортасын басқаннан кейін қалған тесті ғой, оны осындай дөңгелек қылып пісірем деп сразу ойламаңыздар. Оны кішкене тағы да демалттырып қойып қою керек. Түсінікті ғой, оны тағы да демалттырып қойып қою керек. Демалттырып қоймасаңыз, ол теста іші піспей қалады. Мен көбінесе мына клиенттердің үйіне барғанда ол тестаны алам да морозильникке салып кетемін. Ол морозильникте тұрғаннан кейін ешқандай бұзылмайды. Бір айдан кейін болса да алып қолдана бересіздер, ол морозильниктен алып. Енді менде өзім көбінесе постоянно баратын келіншектерім қуанады. Көптеу қалдырыңызшы, көптеу істеңізші деп. Енді оның бір артық несі жоқ. Өйткені кейін қонақ келгенде размаражды етіп жібересізде, алып қолданып, уже дайын бауырсақ уже сізде дайын болады. Жаңағы юктың бауырсағындай қылып 4-1 ромбик қылып жасап, әдемі бауырсақтың дәмі әдемі болады. Сол свежий бауырсақ сияқты болады. Сондықтан тестаңыз артылып қалып жатса, уайымдамаңыз. Сосын тағы да бір айта кететін жайт, тестаңыз артылып жатса, пицца жасасаңыз болады, пирожки жасасаңыз болады. Оның бәрін өздеріңіз білесіздер. Пирожки. Қазір мен сіздерге жаңағы өзіміздің өзбекше сияқты бір лепешкамыз бар ғой. Бұрын 50 теңге болатын, енді қазір бағасы қанша, 150-200 ба ресторан кафелерде. Соны мен сіздерге қазір көрсетем, қалай жасалып жолын. Ол да оңай. Бауырсағымызды пісіріп алайық. Бауырсақтар мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай. Жарыққа қойсам былай міне. Қазір мен сіздерге тағы да бір рецептісін әдемілеп жазып жіберем бағана. Мүмкіндігінше видеоны әдемілеп салып берем. Ұзақ видео Инстаграмға сыймай қалады екен. Осы жасағандарыңызды жасадым, я білем ғой деп енді бәріміз айта береміз. Мен де кейде көсемсіп кетем өйстіп. Білем ғой, я деп. Сол сияқты ондай болмасын. Ертең бәріңіз бір бауырсақ жасап жіберіңіздер. Бауырсақ жасап
енді үйге бала-шаға жасайсыз ғой, көп емес, шағын қылып жасаңыздар. Сосын суретін жіберіңіздер. Енді кішкене сіздерден результат көруім керек қой. Жақсы ма? Ұмытпаңыздар енді. Сіздерге ертеңге тапсырма. Енді салатты жасайтын болсаңыздар, жасайсыздар. Біреулер айтып жатыр, мен мында тұрам, бізде анау жоқ, бізде мынау жоқ деп. Сол сияқты, если болып жатса, енді кейін жасарсыздар. Мүмкіндік болса, жасап жібергендеріңіз дұрыс. Өздеріңіз көресіздер. Біздің бауырсақтар дайын болды. Неке. Бауырсақтар дайын болды. Не? Қалыңдығы осылай. Ертең жасап көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Ана историядағы бүгінгі күнде түсірілген барлық бауырсақ туралы бағана тағы не болды? Бауырсақ болды, сосын және жемістерден болды. Соның бәрін тағы бір көріп шықсаңыздар. Мен қазір мына лепешкеге келген кезде сізді огонь не болсын? Самый высокийге қойыңыз. Бір қыздырып аласыз, қатты бір қыздырып аласыз. Қыздырып болғаннан кейін кішкене баяуға қойып қоясыз. Или бұлай алып тұра тұрасыз. Өйткені от қатты қызу керек, май жақсы қызу керек. Май қызып болғаннан кейін бір тестадан кішкене салып жіберіңіз. Байқаған шығарсыздар, айттым ба, айтпадым ба? Міне, мына жерде менде теста тұр, міне. Сондай бір тестадан салып жіберіңіз. Тестаңыз күйіп болғаннан кейін мына отыңызды кішкене алып қоя тұрыңыз. Ана отыңыз жанып тұра берсін, отыңызды кішкене алып қоя тұрыңыз. Жаңағының өзінде менің отым баяу болып қалды, өздеріңіз көргендей. Сол сияқты кішкене отыңызды алып қоя тұрыңыз. Егер отыңыз қатты қызбаса, мына бауырсақ майдың бәрін өзіне тартып алады да, мына жеген кезде, көрдіңіз бе, ешқандай бетінде ешқандай май шығып тұрған жоқ, міне. Май шығып, шылқылдап болып тұрады ғой, бір ондай жоқ бұнда. Бұл бауырсақты ертең өздеріңіз жасап көрсеңіздер, өздеріңіз таңғаласыздар, май болмайды бұнда. Міне майны осылай сарқытып бәрін не қыласыз? Қонақтарға бергенде ешқандай май болмайды, бәрі сухой, осылай болады. Сосын отыңыз, тағы да айта кетейін, түсініктірек болу үшін, отыңыз қызбай тұрса, майдың барлығын сорып алады. Жеген кезде ішінен майдың дәмі емес, майдың өзі ана көп болып, көп мөлшерде екені көрініп тұрады. Ол бір. Екіншіден, майды
жаңағыда айттым ғой, майды оттан алып қою керек. Майды оттан алып қойып, кішкене май суыдау дегеннен кейін барып, майды сковородканы отқа қайтадан қойып, енді өйткені отты өшірмейміз, қызып тұрған отқа қайтадан қоямыз. Содан кейін барып бастаймыз қуыруды. Қатты қызып тұрған отқа салған кезде мына бауырсақтарыңыз қатты күйіп кетеді. Сол жағынан мұқият болыңыздар. Түсінбесеңіздер, менің сөздерімді тағы да қайталап бір қарап өтіңіздер. Жақсы ма? Огонь средний болмау керек. Огонь высокий болу керек. Самый высокий неде болу керек? Отта болу керек. Ең мықты деген, ең күшті. Біреуде 6 болады, біреуде 9 болады. Соған қойып, майды қыздырып аласыз. Кішкене тестадан салып жібересіз. Барлығын түсінікті жақсы түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ертең сіздерден обратный отчет күтемін. Жақсы, қазір енді нанға тағы да кіреміз. Арасы бір 5 минуттан кейін қайта кіреміз. Ал жақсы, мынандай бауырсақты пісіріп алыңыздар. Әдем бауырсақты ас болсын. Жаңағы мен айтып өттім ғой, бұл бауырсақты сізге форма бит алғаннан кейін, тестамен мынаны басып былай алғаннан кейін, мына артық қалған тестаны обратно жасайтын болсаңыздар, ол теста кішкене демалу керек. Түсінікті ғой, демалу керек. Тесто должна отдыхать, потому что оны домалақ қылып жасаған жағдайда ол сізге көтерілмейді. Ішінің бәрі шикі болып қалады. Өйткені біз ол тестаны мұжғыладық қой, жинадық қой, бәрін собирали. Поэтому, түсінікті деп жақсы түсіндіре алдым деп ойлаймын. Жақсы ма? Ертең сіздерден обратный отчет күтемін. Ал жақсы, 5 минуттан кейін қайта кірем, сіздермен бірге лепешка жасаймыз. Сәлеметсіздер ме? Бізде бүгін менюда бауырсақтың қазір қалай жасалатынын көрсетем. Енді бұл бауырсақты мен әдейі осылай онлайн түрде сіздердің өз көздеріңізбен көргендеріңізді дұрыс көрдім. Енді ол прямо былай айтқанда бір әдемі еді, битіп кеткен бауырсақ емес, кәдімгі өзіміздің бауырсақ. Сол бауырсақтың қалай жасалатын жолын, или сіздер бір тетігін ғана білмей жүрген шығарсыздар, соның бәрін көрсетіп жіберейін. Бұл видео сақталады, если кіре алмай қалғандар болса, ол артынан көре жатасыздар. Енді мен қазір ыдыс алдым. Менде мұнда кипяток су бар. Сол кипяток сумен, қайнаған сумен, қайнаған жылы сумен араластырамыз кішкене. Суымыз кішкене жылы болу керек.